Ассалаумағалейкум. Эфирде Муфтият тынысы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Нұр-Сұлтан қалалық өкілдігінің ұйымдастыруымен тұлғасы биік тәлімгер атты мәуліт кеші өтті. Рухани шараға Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы арнайы қатысып, барша қатысушыларды мәуліт мерекесімен құттықтап, Алла елшісінің оған Алланың салауатымен сәлем болсын, ғибратты ғұмырынан мысалдар келтіре отырып, тағылымды насихат айтты. Пайғамбарды жақсы көру деген сөз, пайғамбардың істеген амалын, ісін істеу және айтқанын орындау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге үйретіп кеткен тәлімдерінің бірі ол ата-анаға құрмет жасау. Еліміздің іргелі оқу орындарының бірі Еуразия ұлттық университетінің қолдауымен өткен шараға оқу ордасының шәкірттері мен ұстаздар қауымы қатысып, ардақты Алла елшісінің оған Алланың салауатымен сәлем болсын, өнегелі өмірімен жақын таныса түсті. Белгілі академик Ғарифолла есім мен Нұр Мұбарак университетінің проректоры Қайрат Құрманбаев Мұхаммед оған Алланың салауатымен сәлем болсын, пайғамбар жайлы құнды мағлұматтар айтып, рухани кештің салмағын арттыра түсті. Көрермен пайғамбарымыздың өмірінен сыр шертетін мәуліт жырын тыңдап, Алла елшісіне салауат айтты. Белгілі әншілер Жігер Ауыпбаев пен Сержан Әлібек те мәуліт шарасына өз үлесін қосып, көрерменді рухани әндерімен қуанта түсті. Шара аясында осы оқу ордасында білім алып жатқан шәкірттер арасынан топ жарып, жастық жалыны мен алтын уақытын оқып білуге, ізденуге арнаған 5 білімпаз студентке арнайы мәуліт сыйы беріліп, көрермен алдында арнайы құрметпен марапатталды. Көркем мінезді кемеңгер Мұхаммед атты мәуліт кеші Алматыда да жалғасты. Игі шараға бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы арнайы қатысты. Рухани мерекелік кешті Алматы қаласының орталық мешіті ұйымдастырса, оған зиялы қауым өкілдері, ақсақалдар мен дін қызметкерлері, сондай-ақ мешіт жамағат мен қала тұрғындары қатысты. Алдымен бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы республика сарайына жиналған көпшілікті мүбарак мерекемен құттықтап, мәуліттің маңызына тоқталды. Бұдан кейін ақын, сазгер Жәкен Омаров пайғамбарымыздың өмірбаянын қазақ тілінде жырлады. Бұған дейінгі мәуліт мерекелерінде пайғамбарымыздың балалық шағы, одан кейін пайғамбарлықтың келуі, миғражға көтерілуі, одан кейін хижреттің алғашқы жылдары мен Бәдір соғысы жайлы қазақ тілінде жырланған еді. Ал биыл хижреттің 3-ші жылында болған оқиғалар, Ухуд соғысы, Хазіреті Хамзаның шейіт болуына тоқталып өтті. Мәуліт сөзі жаңғырса санамызда Нұр Мұхаммад тарихы басталады. Хабибулла есімі құрметіне Сафиулла тәубәсі расталады. Құдай сүйген, Махмудты сүйген адам күнәға өш сауапқа дос болады. Құран түскен Мекке мен Мәдинамыз, көз ашық мұсылманның қош жанары. Ахметтің асхабпен ізі қалған ғашықтай аңсаймыз ғой қос қаланы. Мәуліт мерекесіне арнайы жаздырылған пайғамбар өнегеш және пайғамбарға сағыныш әндері алғаш рет шырқалса, Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік балалар және жас өспірімдер театрының әртістері кемедегі иман және ең үлкен күрес, өзіңмен күрес атты сахналық көріністерін қойды. Көпшілік көрермен қауымға мәуліттен сарқыт ретінде Иман журналы, Мұнара газеті мен діни кітаптар салынған сый үлестірілді. Шара соңында мәуліт рухани кешінің билеттеріне түскен қаражат көрермен алдында көп балалы аналарға табысталды. Бұдан бөлек Алматы орталық мешітінің тұрақты жамағаты тағдыр тауқыметіне тап болған жас жігітке тосын сый ретінде умра қажылығының сертификаты берілді. Дін жолында қызмет етіп жүрген Алматы қаласы имамдарының бірі бүгінде ауыр науқасқа ұшыраған Ғалымжан Молдабаевқа көрермен атынан ақшалай мәуліт сыйы аталды. Мәуліт сыйын науқасына байланысты келе алмаған имамның ұлына табыстады. Мәуліт мерекесінің жоғары деңгейде өтуіне демеушілік танытқан дін жанашыры меценат Бахарадин Әблязимовке бас муфти ерекше ризашылық білдіріп, алғыс хат табыстады. Айта кетейік, мәуліт кеші еліміздің барлық аймағында жоғары деңгейде ұйымдастырылды.
Хабарымызды өзге де жаңалықтармен жалғастырамыз. Елордада Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлы еліміздегі орыс православия шіркеуінің Қазақстан және Астана митрополиті Александрмен кездесті. Кездесуде дін басшылары әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының кезекті съезі елімізде қалыптасқан дін аралық татулық пен келісім, ұлтаралық достық пен бірлікті нығайтудың маңызы туралы әңгімелесті. Сонымен қатар тараптар адамгершілік құндылықтарды насихаттау жайлы пікірлерін ортаға салды. Қазақстан Республикасының Иран Ислам Республикасындағы елшілігі мен конфессия аралық және өркениет аралық диалогты дамыту жөніндегі Назарбаев орталығының ұйымдастыруымен бейбітшілік пен келісім жолындағы дін аралық диалог тақырыбындағы дөңгелек үстел өтті. Онлайн форматта өткен жиынға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының орынбасары Найып Муфти Ершат Оңғар қатысып, баяндама жасады. Бауырмашылық Алла тағаланың адам баласына берген бұл ұлы сыйы иманнан кейінгі қасиетті ұғым. Қазіргі таңда Қазақстанда 130-дан астам этностық және 18 конфессионалдық топ өкілдері тұрады. Елімізде олардың бейбіт өмір сүруі мен дамуы үшін қолайлы жағдай жасалған. Көп этноста еліміздегі татулық пен келісім, мәдениеттер мен діндердің үндесуі әлемдік эталон ретінде танылған Қазақстан жаһандық конфессияаралық үнқатысу орталығы болып саналады, деді Ершат Ағбайлы. Мәуліт айы қарсаңында Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданына қарасты Аршат ауылында жаңа мешіт ашылып, еліміздегі құлшылық ордаларының қатары тағы бір ғимаратпен толықты. Жаңа мешіттің ашылу салтанатына Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасының орынбасары Найып Муфти Сансызбай Құрбанұлы, уағыз-насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Берденұлы, Өскемен аймағының бас имамы Ермек Қасболатұлы, сондай-ақ Қатон-Қарағай ауданының әкімі мен өңірге белгілі ақсақалдар жамағат қатысты. Найып Муфти Сансызбай Құрбанұлы жиналған халықты мәуліт айымен құттықтап, жаңа мешітті ашып берді. Салтанатты шарада Құран оқылып, еліміздің амандығын тілеп дұға жасалды. Сонымен қатар дін қайраткерлері Шыңғыс Қажы арнайы қатысып, Аршаты жұртына өзінің ізгі тілегін білдірсе, танымал айтыскер ақын Балғынбек Имажев жырдан шашу шашты. Аршаты ауылы атынан мешіт салған кәсіпкер Талғат Сарменовке ат мінгізіп, жамағат алғысын білдірді. Аршаты ауылында ашылған бұл мешітте жамағаттың құлшылық жасауына барлық мүмкіндіктер қарастырылған. Аршаты ауылы Қазақстанның ең шеткі нүктесі болуымен ерекшеленетінін атай кеткен жөн. Елордада Нұрсұлтан өкілдігіне қарасты 12 мешіт шәкірттері арасында мыңнан тұлпар атты білім сайысы өтті. Рахым қызы Раиса мешітінің ұйымдастыруымен өткен білім сайысына 12 топ қатысып, Қазақстан тарихы, дәстүр мен дінге қатысты 1000 сұрақ кітапшасы бойынша бақ сынады. Алдын ала берілген тапсырма бойынша үміткерлер сәлем сөздің анасы айналымында өздерін таныстырып өтсе, өнерлі өрге жүзер айналымында салт дәстүрге байланысты қазақи нақыштағы өнерлерін паш етті. Құран және тәжуид айналымында қатысушылар өздерінің Құран жаттау қабілетін көрсетсе, жүзден жүйрік және дода айналымында пайғамбарымыз бен сахабалар өміріне қатысты фих, ақида мәселелеріне байланысты сұрақтарға жауап іздеді. Сондай-ақ мәре сайысында қазақ халқының салт дәстүр, әдет ғұрпына байланысты сұрақтарда қатысушылардың білімін жан-жақты сарапқа салды. 5-ші айналымнан бастап ұпай саны аз топ ойыннан шығарылып, соңғы 1000-нан тұлпар айналымында 3 топ қана жүлдеге таласты. Білім сайысының бас жүлдесі Рахым қызы Раиса ана мешітінің Раиса ана тобы иеленді. Жүлделі 2-ші орын Шейх Унта Қажы мешітінің Құлагер тобына бұйырса, Әлғани мешітінің Фердаус тобы 3-ші орынға табан тіреді. Жүлдегер командаларға қаржылай сыйлықтар табыс етіліп, өкілдіктің арнайы алғыс хатымен марапатталды. Айтулы шараға Нұр-Сұлтан қаласының бас имамы Ерболат Жүсіп арнайы қатысып, білім жолындағы жеткіншектерге ізгі тілегін білдірді. Жалғастырайық, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай Қызылорда қаласына қарасты Абай ауылында жаңа мешіттің ашылу салтанаты өтті. Оған Қызылорда облысының бас имамы Болатбекұлы Асқанұлы, ауыл ақсақалдары, қала мешіттерінің имамдары мен жамағат қатысты. Қасиетті Құран аяттарымен басталған шарада Болатбек Абуов құттықтау сөз сөйлеп, аталмыш мешіттің салыну барысында сөбелі үлес қосып, демеушілік көмек көрсеткен Досқан Болатұлына, Данабек Советбекұлына және мешіт жұмыстарына қолдау танытып жүрген азаматтарға барша халық атынан
ризашылығын білдіріп, қазақи салтпен шапан жауып, алғыс хатпен марапаттады. Мешіттің ашылу салтанаты өткен соң қонақтар мешіт ішін аралап, жамағатпен жұма намазын оқыды. Намаздан кейін Құран оқылып, ел тыныштығы үшін дұға етілді. Жиын соңында келген қонақтарға дастархан жайылып, ас берілді. Айта кетейік, аталмыш мешіт қазіргі уақытқа дейін жұмыс істеп келген, алайда құрылысы ескіргендіктен жаңадан бой көтеріп, қайта ашылып отыр. Ақмолда мешіті ерлер және әйелдер залымен қамтылған, бір уақытта 200 адамға дейін құлшылық жасай алады. Отандық туризмді қолдау мақсатында құрылған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Дархан Дала жобасы аясында Ақтөбе өңірінің дін қызметкерлері аймақтағы киелі жерлерге зиярат етті. Атап айтқанда, имамдар тарихы терең Темір қаласындағы мешіт пен Темір ауданындағы Шұбарқұдық елді мекеніне жақын жердегі қасиетті ата-баба қорымына барып, Қоңыр Қашақ баласы Досжан Хазіреттің басына Құран оқыды. Киелі жерлерге зиярат етуге облыстың бас имам мен қала және аудан имамдары қатысты. Темір қалалық мешіті мен Темір аудандағы Досжан Хазіретке зиярат ету барысында бұрынғы медресе орнымен танысып, бұлақ басынан су ішіп, арнайы келген қонақтарға жаңадан салынған қонақ үйдің ішкі сыртқы күйіне шолу жасалды. Ақтөбе облысының бас имамы Серік Жанғажы Еншібайұлы сапар барысында бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен Ихсан іліміне айрықша көңіл бөлініп жатқанын айтып, ата-бабамыздың ғасырлар бойы ұстанып келген рухани тәрбие жолы екенін тілге тиек етті. Жалғастырайық, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Мысыр Араб Республикасындағы өкілдігінің ұйымдастыруымен Каир қаласында адамзаттың асылы пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, дүниеге келген мәуліт айына орай рухани кеш өтті. Әйгілі Әл-Асқар университетінде оқып жатқан қазақстандық студенттерге арналған кеш Құран кәрім оқуымен басталды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Мысыр еліндегі тұрақты өкілі Руслан Амантұрсынұлы бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлының құттықтау сәлемін жолдап, болашақ түлектердің біліміне береке тілеп, олардан қазақ елінің зор үміт күтетінін жеткізді. Кеште Әл-Асқардың шетелдік студенттермен жұмыс жөніндегі орталығы жетекшісінің орынбасары ғалым докторы Асма Мұхаммед Осман Әлзини арнайы қонақ болып, ұйымдастырушылар мен студенттерге жылы лебізін жеткізіп, алғысын білдірді. Екі елдің өзара рухани байланысы мен ынтымақтастық аясында қазақстандық студенттерді әрдайым қолдайтын тілге тиек етті. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы орталық аппаратының Әл-Фараби залында зейін оқырмандары клубының ұйымдастыруымен лайфхактар және Мен әлемді көрмеймін сен сияқты кітабының авторы IT маманы Данияр Жігітбекпен кездесу өтті. Елорда жастары жиналған рухани кездесуде Данияр Жігітбек не үшін кітап оқу керек тақырыбында насихат айтып, кітап оқудың пайдасына тоқталды. Өзінің кітабында атап көрсеткен кітап оқу әдістерімен бөлісті. Одан бөлек өмірді өнімді өткізу, уақытты жүйелеу және жоспар құру секілді пайдалы мотивациялық кеңестерінде жеткізіп қатысушы жастардың сұрақтарына тұшымды жауап берді. Кеш соңында зейін оқырмандар клубының жетекшісі Махамбет Искандер қатысушыларға Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы төрағасы Наурызбай Қажы Тағанұлының сәлемін жеткізіп, кеш қонағына бас мүфти жетекшілігімен жарық көрген Ихсан рухани тәрбие негізі кітабын сыйға тартты. Атырау облысының бас имамы Алтынбек Тұсқанұлы Атырау адалдық алаңының арнайы жобасына қатысып, жастармен кездесті. Кездесу барысында бас имам адал болу, елге қызмет ету, отанды сүю тақырыбында насихат айтты. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының орталық аппаратында халал даму директоры Айбек Асқарбекұлының жетекшілігімен аккредиттеу және оның жолдары тақырыбында жиын өтті. Жиынға Ресей мұсылмандары діни басқармасы халал стандарттау және сертификаттау орталығы директорының орынбасары Самат Қалембекұлы мен халал даму мамандары қатысты. Басқосуда жол картасы бағдарламасында көрсетілген елбасы тапсырмасы бойынша отандық ауыл шаруашылық өнімдерін халал таңбасымен Парсы шығанағы елдеріне тасымалдау және сату үшін халал даму мекемесін ұлттық аккредиттеу орталығы мен халықаралық ЭСМА ұйымынан аккредиттеу өткізу, әлемдік талаптарға сәйкес құжаттандыру шараларын жүйелендіру мәселелері талқыланды. Қадірлі көрермен, осы аптаға тиесілі апта тынысының реті осындай болды. Ел аман, жұрт тынышта қайта қауышқанша.